Сіз кімнің соңынан ересіз, қияметте соның жанынан тірілесіз. Осы дүниеде де сол үшін мен сөзді содан бастадым. Кім осы дүниеде соқыр, арғы дүниеде де соқыр. Сондықтан ар жақта көзім ашылады демеңіз. Осы дүниеде істеңіз. Осы дүниенің маңыздылығы сонша. Ислам діні бұл дүниені тастап кет деген емес, бауырлар. Осы дүниені шынайы жүрекпен сезініп өмір сүр деп жатырмыз. Тәкаппар болма, шүкірсіз болма, адалдан рызық несібе ізде. Және еретін, етегін ұстайтын адамыңды тексер. Ғалымдарымыз айтады, бұл дін сенің ақыретің, кімнің етегінен ұстайсың, соған қара деген сөз бар емес па? Сондықтан, құрметті бауырлар, діни әртүрлі нәрселердің өзін, енді сөзден сөз шығады ғой, интернеттен үйренбеңіз. Әртүрлі болмайтын кітаптардан үйренбеңіз. Ол кітаптардың тіпті қазір кезде арнайы шығарылып жатыр. Сараптамадан өтпеген кітап бекер дүние. Ол тексеруден өтпеген, о жерде не жазылғанын Құдай біледі. Сізді қалай алдамақшы болғанын Құдай біледі. Дін деп әртүрлі сізге мысал айтады. Бірақ дін ол емес. Тіпті ғалымдарымыз айтады. Дінді тек қана кітаптардан үйренген адамның сөзі ешқашан алынбайды деген дәрежелер бар. Ешқашан алынбайды. Ғалымдарда тағы сөз бар. Кімде кімнің ұстазы кітап болса, қатесі көп болады дейді. Біздің дін ұстаздан ұстазға өтеді, кітаптан кітапқа емес. Кітапты түсіндіретін ұстаз. Мынау Құран-ы Кәрімнің ішіндегі аятты сізді бойлатып сүңгітетін, оның бүкіл оң солын танытатын үлкен ұстаз ғалымдар. Солардың етегінсіз сіз араб тілін анау бір 5 жыл бір тіл үйрететін курстарда оқып алып, мен арабша білем, Құранды судыратып оқи берем десеңіз, сіздің әлі басыңызды соқпайтын дуалыңыз, қабырғаңыз қалмайды. Әлі қанша рет басыңызды жарасыз. Сондықтан, құрметті бауырлар, кім осы дүниеде соқыр, арғы дүниеде соқыр. Соқыр болмаймын десеңіз, жоғарыдағы кеңестерді тыңдаңыз.